Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля ман урсила бил худа. Аллахума лакал хамду кама янбагhi ли джалали ваджхика ва ли азими султаник ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах тағала өзінің қасиетті Құранында: Я айюхаллазина аману иза кумтум иля ссалати фагсилу вуджухакум ва айдиякум илял марафиқ вамсаху бируусикум ва арджулакум илял ка'байн. Ей иман келтіргендер, сендер қашан намазға тұратын болсаңдар және бойларың таза болмаса, дәретсіз болсаңдар, онда екі қолдарыңды жүздеріңмен бірге жуыңдар да бастарыңа мәсіх тартып, екі аяқтарыңды тобықтарыңмен бірге жуыңдар дейді. Мінекей Аллах тағала осылай қашан пенде ғибадат жасайтын болса, құлшылыққа тұратын болса, осылай тазалық қылуға, дәрет алуға шақырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінің бірінде бұл тазалық, дәрет намаздың кілті деген. Яғни біздің де тақырыбымыз осы тазалыққа қатысты болмақ. Жалпы бұл тазалық деген нәрсе араб тілінде ат-тахара деп аталады. Тахарат бірнеше тазалықтан тұрады. Біріншісі ат-тахарату анил мааси ва зунуб, күнәдан тазару, жаман іс әрекеттерден тазару болса, екіншісі ат-тахаратул хиссия, хақиқи тазалық болып есептеледі. Хақиқи тазалық дегеніміз ол кәдімгі адамның бойындағы, үстіндегі, көзіне көрінетін, ұстап, сезіліп білінетін лас нәрселерден тазаруды айтамыз. Яғни адамның жуынуы. Бұның өзі мысалы адамның денесінің тазалығы, күнделікті жуынуы деген секілді, және киімінің тазалығы. Аллах тағала қасиетті Құранда намазға тұратын адамға қатысты «Васиябака фатохир», киіміңді тазала ей Мұхаммед дегендей киімнің тазалығы болса. Үшіншісі ол жалпы адамның айналасындағы, үйінің тазалығы, өзінің бөлмесінің тазалығы, яғни қоршаған ортаның тазалығы болып, бұл тазалықтың өзі осылай үшке бөлінеді. Келесі тазалықтың бізде түрі, енді мен басында қысқа жалпы қанша тазалықтың бар екенін айтып жатырмын. Біріншісі жүрек тазалығы, күнәдан тазару, ол жүрек тазалығы. Екіншісі бұл негізгі хақиқи тазалық. Үшіншісі ол фихта мағнауи тазалық дейді. Ол хадас, үлкен хадастан және кіші хадастан, яғни кіші дәретсіздіктен және жүніптіктен тазару деп атайды. Енді біріншісіне келетін болсақ, бұл ат-тахарату анил мааси, күнәдан тазару. Күнәдан тазару ол жалпы біз жүрегімізді тазарту арқылы, өзімізді рухани тазарту арқылы орын алады. Ол деген сөз мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінің бірінде адамның денесінде бір тістем ет бар, бір жұдырықтай ет бар. Иза салухал жасаду куллу ва иза фасада фасадал жасаду куллу. Егерде сол ет бұзылатын болса, адамның бүкіл денесі бұзылады, ал егерде сол ет дұрыс болатын болса, онда адамның бүкіл денесі дұрыс болады. Алахиял қалб, ол жүрек, әл-қалбу хахуна деп, ол жүрек мынау кеуде тұсында деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрек тұсын көрсеткен. Мінекей осы біз жүрегіміз, егерде біз жүрегімізді жаман әдеттерден, жаман нәрселерден тазартатын болсақ, онда біздің бүкіл денеміз, сол жүрегіміздің нәтижесі, тазарғанның нәтижесі бүкіл аяқ қолымыздан, тілімізден, қалған ағза мүшемізден көрінеді. Егерде жүрек ластанатын болса, жүрекке жамандық толатын болса, ол да өзінің нәтижесін адамның басқа ағза мүшесінен көрсетеді. Мысалы жүрек жақсы болса, жүрек барлық жамандық атаулыдан таза болса, ал жүрек Аллах тағаланы зікір ететін жүрек болса, жүректе Құран тола болса, жүрек Құранменен нұрланған жүрек болса, жүрек
зікірменен нәр алған жүрек, тыныштық тапқан жүрек болса, онда бұл жүректің нәтижесі бұл адам айналасында қоршаған ортаға ешқашан зиян бермейді. Ол бұндай таза жүрек ешқашан Алланың бұйырған бұйрықтарына қарсы келмейді, тыйған тыйымдарынан тыйылып, Алланың әмірлеріне толықтай бойұсынады. Ал егер жүрек таза болмаса, жүрек жамандықпенен толған болса, ластанған болса, онда бұндай жүрек міндетті түрде ол шайтанның азғыруында болады да, Алланың бұйырған бұйрықтарына қарсы шығып, тыйған тыйымдарын әлбетте ондай жүрек орындауға жақын тұрады да, бұндай жүрек қияметте азапталмай, сол жүректің иесі сол денені азап отына итермей қоймайды. Мінекей негізгі біздің бұл жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Жәбірейіл алейхиссалам келіп иман, ислам, ихсан жайлы сұраған кезде, ихсан дегеніміз не деген кезде, ол сен жаратқан жаппар иең Аллах тағаланы көріп тұрғандай құлшылық қылуың деген кезде, ал егер олай жасай алмасаң, онда ол сені көріп тұрғандығын сезінуің деген ихсанның осындай екі деңгейін айтады. Бұл екі деңгейге жету үшін біз осы жүрекпенен жұмыс жасауымыз қажет, жүрегімізді тазалауымыз қажет. Жүрек немен тазарады десеңіз, жүрек Құран оқуменен тазарады, Құран оқуменен нұрланады. Аллахты әла би зикриллахи татмаиннул қулуб, Аллах тағала Құранда Алла тағаланы жаратқан жаппар иемізді еске алуменен жүректер тыныштық таппай ма дейді. Мінекей осындай Құдайдың бұйырған бұйрықтарын орындап, тыйған тыйымдарынан тыйылу арқылы, Құдайдың кәләмі, Алланың сөзі, Құранды оқып, соны бойымызға сіңіріп, соған амал қылу арқылы, және де таңғы, күндізгі, кешкі зікірлерді орындау арқылы жүрек тазарады, және соныменен тыныштық табады. Қашан біздің жүрегіміз тазарып тыныштық тапса, онда бұл адамның бұл дүниеде көретіні бақыт, ақиретте көретіні жәннат болады, және Аллах тағала оның деңгейіне қарай нәсіп қылатын болса, оған бұйыратын болса, пендеге бұйырылатын болса, нәсіп болса, жаратқан жаппар иесімен жәннатта қауышады. Аллахтың пайғамбарымыздың мәжілісіне қатысып, пайғамбарымыздың Кәусар бұлағынан, қолынан су ішіп, жаратқан жаппар иесінің дидар жамал жүзін көру бұндай пендеге әлбетте нәсіп болады. Мінекей жалпы біздің бүгінгі көңіл бөлу керек болған тазалығымыз да осы жүректің тазалығы. Аллах тағала баршамызға осы жүрегіміздің таза болуын, тек қана Құдайды, Аллах тағаланы еске алатын жүректерден болуын нәсіп қылсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.